Сәлем оқырмандар, қалайсыздар? Кеше біздер дейтін бір сиыр сойғанбыз ғой, содан дейтін 260 килограмм таза ет шықты. Енді мынау соның іш майлары бәрін ерінбей шыжғырып алдым да, осылай қазанға бір түнге қойғаннан кейін қойғанмын, ол осылай қатты. Енді бәрін дейтін осылай одноразовый маечкеге салып, бәрін қазір салып алатын боламын, екіге бөліп, осының шетінен сосын пайдаланамын тамақ пісіргенге. Қазір білесіздер, нутрициологтар, диетологтар өте қатты жариялап жатыр күнбағыс майын, шемішкі майды, яғни пайдаланбауға тырысыңыздар деп. Лажы келсе мүлдем пайдаланбаған жөн, себебі ол өте зиян екен. Содан кейін, соны естігеннен кейін мен үнемі осылай малдың майын пайдаланамын. Немесе гхи майы бар ғой, кәдімгі сары май, соны да өздеріңіз үйден ертіп гхи майын жасап ала аласыздар. Гхи майымен осы малдың майы өте пайдалы, ешқандай зиянсыз, қорықпай осыны пайдаланыңыздар деп сіздерге де кеңес беремін тамаққа. Міне өсіп 2 сары майчкеге салып сысқайтып тұздап алдым.